Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Біз бүгін ағылшын тілінде күрделі сөйлемдерді жасап үйренеміз. Соның ішінде шартты сөйлемдерге арнайы тоқталатын боламыз. Егер ағылшын тілінде жай ғана сөйлемдер құрап шаршап, күрделі сөйлем құрап үйренгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыз. Жалпы қазақ тілінде де бізде күрделі, салалас, құрмалас сөйлемдер өте көп. Соның ішінде шартты сөйлем негізі қазақ тілінде де көп қолданылады. Мысалы, мен Ерке Есмахан болсам, мен Эзимен жүрмес едім. Немесе құс болып ұшсам нетер едің деген сияқты осындай фразаларды біз күнделікті өмірде көп қолданамыз. Ағылшын тілінде дәл сондай шартты сөйлемдер бар. Олар conditionals деп аталады. Бұларды біз 5-ке бөлеміз. Олар zero, first, second, third и mixed. Zero дегеніміз яғни 0, ағылшын тілінде де 0 дегенді білдіреді. Бұл жай сөйлемдер. То есть шартты ең оңай сөйлемдерді біз zero conditionals деп айтамыз. Келесі first conditional бірінші, second conditional екінші, third conditional үшінші, және mixed conditional дегеніміз аралас, құрмалас, шартты сөйлем. Біз бүгін сіздермен ең оңай zero conditionalдан бастаймыз. Zero conditional дегеніміз conditionals, яғни шартты сөйлемдердің ішіндегі ең оңайы. Неге десеңіз, жалпы барлық шартты сөйлемдер осы схема бойынша жасалынады. Бұл if clause и main clause. То есть if clause дегеніміз бұл жақта if деген сөз егер. Жалпы шартты сөйлемді біз егер деген сөз арқылы жасаймыз. Мысалы, егер мен Ерке Есмахан болсам, одан кейін үтір и результат. Мен Эзимен жүрмес едім. Барлық шартты сөйлемдер осы схема бойынша жасалынады. Оны if clause деп айтамыз, егер сөйлем егер дегеннен басталса. Ал main clause белгілі бір результат. Және zero conditional туралы білу керек нәрсе, яғни if clause, то есть егер деп айтқан кезде сіздер міндетті түрде present simple'ды қолданасыздар. Және екінші жай сөйлемді айтқан кезде сіздер также present simple'ды қолданасыздар. Егер present simple'дың жасалу жолын білмейтін болсаңыз, видеоның астында сілтемеден өтіп, менің present simple'ге арнайы түсірілген видеомды қарап шықсаңыздар болады. Жалпы zero conditional'дың басқа шартты сөйлемдерден айырмашылығы, zero conditional тек қана факт айтқан кезде қолданасыз. Мысалы, суды 100 градуста қойған кезде астын, ол қайнай бастайды. Немесе күнде көп отырсаң, сен загар аласың деген сияқты осындай барлығына белгілі факттарды қолданған айтқан кезде zero conditional бізге көмекке келеді. Жалпы инструкцияларды, белгілі бір новый, мысалы, iPhone аласыз, инструкциясын оқығыңыз келсе, көбінесе осы zero conditional арқылы барлық инструкциялар жасалынады. Мысалы, егер сен телевизордың пультін бассаң, ол қосылады. То есть, осындай күнделікті өмірде көп қолданылатын сөйлемдерде бізге zero conditional көмекке келеді. Қазір мысалдар барысында сіздер толық түсінетін боласыздар. Міне осы мысалдарды қазір толығымен сіздерге түсіндіремін. Содан кейін міндетті түрде zero conditional'дың не екенін толық түсінесіз. For example, if you leave the ice in the sun, it melts. Бұның аудармасы, егер сен мұзды күнге қоятын болсаң, онда ол ериді. Жалпы S деген не үшін қызылмен жазылып тұр десеңіздер, present simple'да he, she, it, яғни тоқалдан туғандар үшін міндетті түрде S жалғанады. Дәл осылай барлық сөйлемдер zero conditional'ста жасалады. Бір жай сөйлемнен кейін міндетті түрде қазақ тіліндегі сияқты пунктуация бар, яғни үтір қойылады. Үтірді ағылшын тілінде кома деп айтады. Келесі сөйлем if I work too much, I get tired. Егер мен көп жұмыс істесем, онда мен шаршаңқы боламын. Бұл жақта tired деген етістік ретінде емес, иде жалған тұр, past simple деп қателеспеңіздер. Tired деген кәдімгі шаршаңқы деген сын есім. Келесі сөйлем if I cry, I have a headache.
егер мен жыласам, менің басым ауырады. Яғни, осындай өзіңіз туралы бір факттар айтқан кезде zero conditionals'ты қолданасыз. Cry дегеніміз жылау, headache дегеніміз бас ауру. If I cry, I have a headache. Келесі сөйлем, you get old early if you smoke. Бұл сөйлемнің басқа сөйлемдерден кішкене өзгеше болып тұрған, байқап тұрған шығарсыздар. Біз бағана айтқанымыздай, күрделі сөйлем, шартты сөйлем, екі жай сөйлемнен тұрады, я, егер и одан кейін результат. Жалпы екеуінің орнын ауыстыратын болса, яғни мұнда үтір болмайды, сол үшін бұны өшіріп тастаймыз. Сонда, you get old early if you smoke. Егер сен темекі шегетін болсаң, онда сен ерте қартайып кетесің. Сен ерте қартайып кетесің, егер сен темекі шегетін болсаң. Яғни, математикада да бар еді ғой, қосылғыштардың қосылғыштардың орны өзгергенмен қосындының мәні өзгермейді деген сияқты. Ағылшын тілінде де, яғни екі сөйлемді бір-бірімен алмастыратын болсақ, оның мүлдем мағынасы өзгермейді. Келесі сөйлем, if you press the button, the TV turns on. Press дегеніміз басу, button дегеніміз кнопка. Яғни, егер сен кнопканы басатын болсаң, онда телевизор қосылып кетеді. Және келесі мысалдарға тоқталып көрейік. If you mix yellow and blue, you get green. Сөйлемді өздеріңіз қалай ойлайсыздар, қалай аударылады? Yellow, blue деген түстерді білеміз ба ағылшын тілінде? Егер білмесеңіз, yellow дегеніміз сары, blue дегеніміз көк. Негізі ағылшын тілінде түстерді мен сіздерге үйретпедім, бірақ қазір кішкентай 2 жасар, 3 жасар балалардың өзі негізі ағылшынша қазір түстерді біледі, сондықтан ол тақырыпқа мен мүлде тоқталмадым. Сөйлемді аударатын болсақ, mix дегеніміз етістік, яғни араластыру. If you mix yellow and blue, егер сен сары және көк түстерді араластыратын болсаң, you get green. Сен жасыл түс аласың. Яғни бұл бір красканы сіз балаларыңызға түсіндіретін кезде, егер сары мен көкті араластыратын болсаң, жасыл түс шығады деген сияқты сөйлемдерде осы zero conditional қолданылады. Zero conditional ең оңай, себебі мұнда формуласы if present simple, кома, яғни үтір, және present simple. Ал present simple ол да ең оңай шақтардың бірі, сондықтан осы zero conditionalды жақсылап түсініп алсаңыздар, келесі шартты сөйлемдер сіздерге оңайға түседі. Келесі сөйлем, if you make a cake, you firstly break eggs. Егер сен cake дегеніміз торт, make дегеніміз жасау. If you make a cake, егер сен торт немесе пирог жасайтын болсаң, you firstly break eggs. Сен firstly дегеніміз біріншіден жұмыртқаларды жарасың. Қорытындылай келе, zero conditional формуласы if present simple, кома, яғни үтір, present simple. Жалпы zero conditional ең оңай сөйлемдердің бірі, сондықтан ағылшын тілінде күрделі сөйлем жасап үйренгіңіз келсе, міндетті түрде видеоларды қараңыз. Бұл бізде zero conditionalдың сөйлемдері болды. Егер first, second, third, mixed conditionalды түсінбей жүрсеңіз, мен міндетті түрде оған видео түсіруге тырысамын. Ол үшін видеоға лайк басып, астына комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп, қолдауларыңызды сұраймын. Сіздермен болған Миссис Мадина. Goodbye! Барлық мағлұматтарды білетін боламыз. Ака, бірінші бүйтіп түсіндірем, қара. Ортасында тұрмын ба? Түсіндірсем, одан кейін?